Қазбек Нұржанов атындағы орта мектептің 11 сынып оқушысы Ермекбай қызы Мақпалдың өлеңдер жинақ дәптері. Одан кейін мынау анкетаны алып келдім. Бұл анкетаны кеш бастаған ғой, апрельдің 4-інде. Сол күні менің тілегім деп жаздым. Менің тілегім орта мектепті бірге бітіруші достарым, естелік альбомды сендер үшін бастадым. Сан тараулы өмір жолы тұр күтіп, сол кездерді ойға алсын шаттық толы шақтарым. Şimdi бірінші бетте қазір Ләззат шықты ма больницадан? Ләззаттың жазған трекен. Ләззаттан бір девиз оқиын. Ләззаттың девизі алға артымызға ауыл дейді ғой. Саконыкын оқы деймін, саконыкын жаңағы. Бұнда енді мен қазір қолдарыма берем, Сакон оқы дейсің. Сабақтан қашқан ішіне оқиғаларымыз. Кино қарай береді деймін. Мына жерде Сардардың, Русланның қалай ақындар бар екен бізде. Соны бір-екеуін оқып берем, иә? Жолдастар тыңдаңдар дейі ба? Ішінде Гүлдананың, Ләззаттың, Жұлдызайдың көп өлеңдер шығарған. Сол ішінде Руслан мен Сардардың оқып берем. Келіншектер ренжіп қалмасын. Жоқ, ә? Айдана жоқ. Русландың оқимын. Ғашық жүрек дейді. 4-ші ақпанда, өз қол қойып төзім. 4-ші сабақ физика дейді. Бұлай дейді. О туған жер топырағыңнан айналдым. Жүрегімді жараладым, қимадым. Сен туғанда қуандым ой шаттанып, өмірімді құрбандыққа шаламын. О туған жер тағы айдам шаттанып, бір сезімді алсам саған мақтанып, ауыл жылы құт береке әкелсін, барша қауым саған берем батамды. Ой шаттанып. Енді Айдындікі бар екен. Айдын жоқ қой, саконыкын оқышы. Айдынның өлеңінің аты былай еді. Ғашықтық сезім. Мәссә. Ғашықпын саған, ғашықпын. Кімге ғашықпын көрдің? Ғашықтығымда шек жоқ қой менің саған. Алғаш рет ғашық болдым тек саған. Ғашықтық сезім таусылмасын әрқашан. Ғашықпын, шын ғашықпын бір өзіңе. Арманым бір өзіңмен жүздесуге. Армандап өтем сені мәңгі өзіңді. Сол арман махаббаттың тылсым күші. Мәссә. Әрқашан жөнін білген ақ жарқын көк аспандай көңілі кең. Кім сезген махаббаттың жастар әсерін, сен тұрсың, сен қожасың бұл жүрекке, өзің сен көкіректе шалқып өскен. Сен деймін көкте жарық жұлдыз көрсең, біргесің күндізде түнде де сен, мәз болып күлгенімді көре алам ба, өзіңді жер бетінен күндізде сен. Кешкі уақыттары шағын жарық қой. Анкета